Adam ömrü. Dünüye tügel jaralып bolgandan keyin jer beten algaç mekendewçilerge ömür sürүү merzimi ülöstürüle bastaptı. Bul habardı estigen adam ömür sürүү merzimi ülöstürülетін жерге басқалардан бұрынырақ барған екен. Ömür sürүү ülösün ülöstürүүçüler adam депті. Мен жайды түсіндіріп. Жер бетін мекендеушілердің ішінде сенің сипатың бөлөкші. Бәрінен артықсың. Сен сөйлей аласың. Төрт мүшің түгел, өз қажетіңе жұмыс істейді. Ойлайды аласың, ақылыңда мол. Басқа жануарлардың бәрі сенен көштемен. Олардың бәрі сенің мұқтажыңды өтейді. Кейбіреуі ашсаң алақаныңда, жұмсаң жұдырғыңда болады. Бәріне сенің үкімің жүреді. Сай-саламен қырғыраттағы жеміс-жидек, ағаштың мәуесі, телегей теңіз, арынды өзен, шалқар көл, асқар таулар, бәрін сен өзіңнің қажетіңе жаратасың. Сөйтіп, қам қайғысыз өмір кешесің. Сондықтан, жер бетіндегі қызықты сенен көп көретін ешкім жоқ. Осыны ескеріп, саған 30 жыл өмір береміз. Адам бұған разы болмай, бір шетке бұрылып кететті өзін өзі. Егер мен жер бетінің қожасы болсам, маған әлемдегі ең әдемі сипат тиісті болса, тек 30 жыл өмір сүргеннің не қызығы бар деп ойланып тұрады да, өмір сүру мерзімін алып жатқан жан-жануарларға қызыға қарап тұрады. Бір мезгілде кезек есекке келеді. Өмір сүрудің үлесін үлестірушілер: сен тіршілігіңде көп жазаланып, ауыр азап шегесің депті. Алдағы көрер күнін баянда. Өмір бойы ауыр жүк тасисың, қалжырап шаршап болдырып жүресің. Сонда орныңнан тұра алмай жатсаң да үстіңе таяқ жауады, тыныштығың аз болады. Жейтін жемге жарымайсың, саған арнап шөп әзірленбей, тіміскіленіп жүріп тапқаныңды талғажау етесің. Сондықтан саған 50 жыл өмір сүру үлесін береміз. Мұны естіген соң есек шөге түсіп тізерлей отыра қалып: аяңыздар, мен байғұсты деп жалбарынып зар еңірейді. Егер мен бұл дүниеде соншама азап шегіп, сансырап жүретін болсам, оны қайтем. Маған берілген өмірдің мерзімін азайтсаңыздар екен. Менің үлесіме бөлінген сол өмірдің 20 жылын алып қалыңыздар. Қалғанда жетеді. Өмір сүрттеген аты болсын. Сол кезде мұны естіп тұрған адам өмір сүру үлесін үлестіріп тұрғандарға жетіп барып: есектің алғысы келмей тұрған 20 жылын маған менің өмір сүру мерзіміме қосуларыңызға бола ма деп сұрапты. Болады, ала ғой депті өмір үлестірушілер. Одан кейін кезек итке келіпті. Өмір үлесін үлестірушілер оған да алдағы болатын ісін баяндап беріпті. Сенің негізгі жұмысың үй күзету, мал мүліктерді қарауылдау, бөтен біреу көрінсе үріп жан-жаңа хабар таратасың. Өзің жазда үйдің көлеңкесінде, қыста шөбіғында жатасың. Қалған құтқан ас ішіп, сүйек кеміресің. Сенің өмір сүру мерзімің 40 жыл болсын. Мұны естіген ит жерге бас ұрып, зарлана арыз айтыпты: егер мен бұл дүниеде соншама қорлық көріп, үй баранды мал мүлікті күзетіп, сүйек саяқ кеміріп күнелтетін болсам, маған ондай өмірдің қызығы жоқ. Менің жасымнан 20 жылды алып қалыңыздар. Сол уақытта адам қайтадан жүгіріп келіп, иттің алмай қойған 20 жылын менің жасыма қосыңыздар деп өтініпті. Бұл тілегі де орындалыпты. Ең соңында кезек маймылға келіпті. Оның да болашақ өміріне шолу жасалыпты. Сенің сыртқы кейпің адамға ұқсайды, бірақ өмір бойы балаға ұқсап ақымақ, ұшқалақ, шалағай боласың. Балалардың ермегіне айналасың. Үлкен кісілерді ойыншық қылып тәлке кетеді. Сондықтан саған 60 жыл өмір сүру үлесін береміз депті өмір үлестірушілер маймылға. Мұны естігенде маймыл отыра қалып еңіреп қоя беріп: егер сыртқы кейпім адамға ұқсағанымен өзім өмір бойы ақымақ болып өтсем, балалардың ермегіне, үлкендердің ойыншығына айналсам, оның не қадірі бар? Қорлықпен өтем ғой. Менің өмір сүру үлесімді 30 жылға қысқартсаңыздар тәуір болар еді. Маймылдың зарын естіп тұрған адам тағы да жетіп келеді. Мұна маймылдың алғысы келмей тұрған 30 жылын менің жасыма қосып маған беріңіздер деп сұрапты. Ерінбей жалықпай өмір сүруге құмартып жүрген адамға қалауы беріледі. Бұл жолда тілегі орындалыпты. Содан соң
Барлық жан жануарлар алдағы уақытта не істейтіндерін, қалай күн көретіндерін біліп, өздеріне бөлінген өмір сүру мерзімдерін алып бет-бетімен тарап кетіпті. Бір талай жылға ие болған адам да қуанышпен қайтыпты. Содан адам әуелден өзіне бөлінген 30 жылдық өмірінің ішінде қызықты да көңілді дәурен сүріпті. Ешбір уайым мұңсыз қылшылдаған жігіт болып тұрыпты. Одан кейінгі 30 бен 50 жасының аралығында жұмыс істеп, жан бағу үшін талай-талай қиыншылықтарды бастан кешіріпті. Көп ауыртпалық көріпті. Тіршілік үшін әр алуан шаруамен айналысып, қатты қиналыпты. Сөйтсе, бұл қиналған мерзімі есектен алған 20 жыл екен. Одан кейін адам 50 мен 70 жастың арасында үйінен ұзап, ешқайда шықпай, ауылына айналшықтап, үй ішіндегі көр жерді күйттеп, қыбырлай беріпті. Не болса соған ренжіп, әргінге тиісіп, істеген ісіне, қылған қылығына алара қарайтын болыпты. Шекесі тырысып, кім болса соған айғайлап, жанжалдасудан тайынбапты. Күнделікті кіржіңі көбейіпті. Сөйтсе, бұл мерзім адамның иттен алған жасы екен. 70-тен асқан соң адам жеңілтек мінез тауыпты. Бала тәрізді ойынпаз болып кетіпті. Бұл уақытта белі бүкірейіп, кішкене балалармен ойнап, солардың ырқына көніпті. Бала қылықтарын елмек етіп, балаша сөйлеп жүріпті. Оның қылығына басқалар күлетін болыпты. Кейбір үлкен кісілер күлу үшін сөйлетеді екен. Осылайша адам өзінің кішілердің әзіліне айналыпты. Сөйтсе, бұл адамның маймылдан алған жас екен. Осылайша адам тек өз үлесіне тиген өмір сүру мерзімінде ғана айбатты, айбарлы болыпты. Ал қалған жасында үлестерін сұрап алған жануарлардың мінез құлықтары байқалып қалады екен.